Қалай өз жасыңызды ұзартуға болады? Неліктен Жапонияда адамдар ұзақ өмір сүреді? Олардың сыры неде? Ең жоғары өмір сүру ұзақтығы бар елдердің рейтингінде Жапония көптеген жылдар бойы көш бастап келеді. Жапондардың ұзақ жасайтыны белгілі. Себебі күншығыс елінің әрбір 4-ші тұрғыны 65 жастан асқан. Ерекшелігі сол, жасы 100-ден асқан жапондардың саны 60 мыңнан көп. Қартаю үдерістерін зерттейтін геронтолог ғалымдар мұндай құбылыстарға қызығушылық танытып, бұл мәселені тереңірек зерттей бастады. Белгілі болғандай, аз ауырып, ұзақ өмір сүру үшін белгілі бір қағидаларды ұстану жеткілікті. Айтпақшы, Жапонияда бұл қағидалар ешқандай тосын дүние емес. Әрбір адамның күнделікті дағдысының бір бөлігі болып саналады. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі ғалымдар, соның ішінде жапон зерттеушілері де адам өмірін ұзартатын формуланы анықтауға тырысуда. Генетика белгілі бір рөл ойнайтыны анық. Оған ештеңе жасай алмайсыз. Бірақ көп жағдайда адамның өмір сүру ұзақтығы оның өмір салты мен тамақтануына байланысты. 100 жастан асқандар Жапонияда ешқандай таңғаларлық көрсеткіш емес. Бұл елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 84 жыл. Кейбір дамыған Европа елдерінде де бұл көрсеткіш шамамен осындай. Ал Америкаға келсек, нақтырақ айтқанда ақш-қа экономикасы өте дамығанымен, тұрғындардың орташа өмір сүру ұзақтығы 80 жыл шамасында. Әлемдегі 183 елдің ішінде 30-шы орында. Ресейде орташа өмір сүру ұзақтығы 70-72 жыл. Жапондар тек ұзақ өмір сүрмейді. Олар ғасырлар бойы жинаған тәжірибесі арқасында қартайған шағында да денсаулықтарын жақсы сақтайды. Ендеше жапондардың ұзақ өмір сүру сыры неде? Бірінші қағида – тұзды аз пайдалану. Бүгінде Жапония әлемдегі дамыған елдердің біріне айналды. Бірақ әрдайым олай болмаған. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Жапония туберкулезбен күрес жүргізді. Ал 70-ші жылдардың басында жапондар жүрек қан тамыр ауруларын тудыратын мәселелерді зерттеп, оларды жоюға кірісті. Жапондардың май мөлшері аз, ал порция көлемі біздің отандастарымызға қарағанда әлде қайда кіші. Дегенмен, олардың тағамдары бұрын өте тұзды болатын. Орташа жапон тұрғыны күніне 30-40 грамм тұз тұтынған. Жас ұлғайған сайын бұл қан қысымының жоғарылауына, жүрек пен тамыр мәселелеріне, инфаркт пен инсультке әкелді. Дәрігерлер мұны егжей-тегжейлі зерттеп, тұз тұтыну мен созылмалы жүрек қан тамыр аурулары арасында тікелей байланыс бар екенін анықтады. Бүгінде жапондардың рационында тұз 10 граммнан аспайды. Сондықтан дайын асқа қосымша тұз қосу біздің дәстүріміз болса, жапондар үшін бұл үлкен таңқаларлық. Екінші қағида – сіз аштықты сезінгенше тамақтану. Жапондар, әсіресе жапон қыздары, тамақты 90 емес, 80%-ға дейін ғана жеу керек деп есептейді. Яғни үстелден жеңіл аштықпен тұру қажет, мұны салауатты өмір салтын ұстануға тырысатындардың көбі біледі. Диетологтарда үнемі артық тамақшану біздің ағзамызды тез тоздыратынын айтады. Жапонияда тағамдар әрқашан шағын табақтарға салынып беріледі, ал порциялар кішкентай. Сонымен қатар, жапондар күніне кем дегенде 7 түрлі көкөніс пен жеміс жеуге тырысады. Рационның басым бөлігін дәнді дақылдар құрайды. Әдемі мүсінге ұмтылған қыздар рафинатталған ақ қантты тұтынудан бас тартады. Орташа жапон тағамдарында тунец, сәбіз, қырыққабат, бұрыш, бұршақ, тофу ірімшігі және соя өскіндері жиі кездеседі. Жапондар су ішу тәртібін де қатаң сақтайды. Үшінші қағида – ыстық тағамнан бас тарту. Бұрын Жапонияда асқазан қатерлі ісігінің көрсеткіші өте жоғары болған. Аурудың алдын алу мақсатында көптеген факторлар жойылды. Солардың бірі өте ыстық тағамдарды жеу. Көптеген жапондар тағамды өте ыстық күйінде жеген. Бұл асқазан ішек жолдарында патологиялық өзгерістерге алып келген. Ыстық тағам ғана емес, ыстық сусындар да ағзаға зиян. Төртінші қағида – сүтсіз жерорта теңізі диетасы.
Жапондардың мәзірі жерорта теңізі асханасына ұқсайды. Себебі онда көкөніс пен жеміс жидек өте көп. Сонымен қатар рационда балық, тауық еті, өсімдік майы және теңіз өнімдері негізгі орын алады. Жапондар тауық жұмыртқасын көп жемейді. Аптасына бірнешеу ғана. Жапонияда кең танымал мәрмәр сиыр еті арзан емес. Көп адам оны тек үлкен мейрамдарда ғана тұтына алады. Алкоголь бар, бірақ жапондар оны өте аз мөлшерде ішеді. Жапон асханасында қант, сүт, йогурт және сүт өнімдері өте аз. Оның орнына олар соя ірімшігі, тофу тұтынады. Себебі өсімдік ақуызы ағзаға қиын сіңеді. Жапонияда соя арнайы әдіспен ферменттеледі. Бұл оның пайдасын күшейтеді. 5-ші қағида. Тамақты дұрыс дайындау. Жапонияда қуырылған тағам өте сирек. Әрине, мүлде қолданылмайды деп айтуға болмайды. Бірақ ол арнайы металл конус грилде дайындалады. Бұл конусты үстелдің ортасына қойып, арнайы газ оттығымен қыздырады. Жіңішке кесілген көкөніс пен етті торға қойып, жапондар оны бірнеше минуттан кейін-ақ жеп қояды. Жапон асханасында көбіне буға пісірілген және суға қайнатылған тағамдар басым. Балық көбіне өте жұқа кесіліп, жартылай шикі күйінде тұтынылады. Порциялар кішкентай, ал тәрелкелер тіпті шағын табақшаларға ұқсайды. Бамбук таяқшаларымен тамақ жеу тағамды баяу шайнауға көмектеседі. Осының арқасында орташа жапон бір ас ішу кезінде еуропалықтан 20%-ға аз тамақ жейді. 6-шы қағида. Қозғалыс. Физикалық белсенділіксіз ұзақ өмір мүмкін емес. Жапонияда жүру өте танымал. Ол күш пен энергия береді. Таңертеңгі гимнастикаға елдің басым бөлігі қатысады. Радио арқылы негізгі жаттығулар кешені беріледі. Қарт адамдар үшін арнайы бағдарлама да бар. Сондай-ақ, омыртқаны тік ұста ұлттық қозғалысы кең таралған. Еңкеймеу, қартайғанда құлау мен ауыр жарақаттың алдын алады. 7-ші қағида. Қоғаммен байланыста болу, қажет адам болу. Қарт жастағы жапондар ақыл ойының айқындығын жақсы сақпайды. Әрине, Альцгеймер ауруы жапондарда да кездеседі. Бірақ оларды емдеу бағытында әлемдегі ең белсенді зерттеулердің бірі жүргізілуде. Алдын алу үшін ең маңыздысы ми қан тамырларының жағдайын бақылау. Жапондар қарттыққа қарсы профилактика жалпы денсаулыққа пайдалы барлық нәрсеге негізделеді деп есептейді. Олар жасына қарамай белсенді, қоғаммен байланыста, жұмыс істейді, сөйлеседі, түрлі клубтарға қатысады. 8-ші құпия. Жоғары сапалы әрі қолжетімді медицина. Жапонияда 60-шы жылдары міндетті медициналық сақтандыру енгізілді. Сол себепті кез келген ем-дом бұл елдің тұрғындарына қолжетімді. 9-шы құпия. Жеңіл стресс. Жапондар күнделікті үйде немесе жұмыста шағын қиындықтармен бетпе-бет келу ми белсенділігін арттырады деп сенеді. Белгілі бір тапсырманы орындау барысында күш жұмсау ақпаратты қайта өңдеуге, есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі. Бұл өмірді тыныш әрі ұзақ етуге әсер етеді. 10-шы қағида. Күйдіріп жіберетін күннен бас тарту. Күннің шамадан тыс белсенділігі теріге де, бүкіл ағзаға да теріс әсер ететіні бұрыннан белгілі. Тіпті еркін радикалдардың әсерінен болатын қартаю теориясы да бар. Сондықтан күнге көп шықпау, теріні күннен қорғайтын арнайы креммен өңдеу ұсынылады. Суды жеткілікті ішуде өте маңызды. Тұзды және ащы тағамдарды шектеу керек, себебі олар терінің сусыздануына әкеледі. Ерте әжімдердің алдын алу үшін дұрыс тамақтану, сапалы ұйқы және су режимін сақтау қажет. 11-ші қағида. Депрессияны азайту, оптимизмді көбейту. Қазіргі заманның қарқынына қарамастан, жапон геронтологтары мәселелерге тым назар аудармауға кеңес береді. Депрессияның ең жақсы емі жиі күлу, жағымды адамдармен араласу. 12-ші құпия. Жасыл шай. Жапондар шай рәсімдерін өте жақсы көреді. Олар негізінен жасыл шай ішеді. Бұл сусында пайдалы нутриенттер өте көп, ал оның басты қасиеті күшті антиоксиданттық әсер. Жасыл шай бүкіл ағзаға әсер етіп, жалпы жағдайды жақсартады, терінің күйін түзетеді. Шай ағзадағы токсиндерді шығарып, алмасу процестерін жақсартады.
Ол қабынуды азайтып, көптеген созылмалы аурулардың ағымын жеңілдетеді. Жасыл шайдың сергітетін әсері бар. Ұйқышылдықты басады, күш береді. Мочегонды әсерінің арқасында ісінулерді азайтады. Бүйрек пен несеп жүйесінің жұмысын жақсартады. Жасыл шайды мөлшермен ішу жүрек пен қан тамырлары жұмысына да жақсы әсер етеді. Атеросклероз қаупін төмендетеді. Тамыр қабырғаларының серпінділігін арттырады. Жасмин гүлдерін қосу жаман холестериннің жиналуын болдырмайды. Қартаюды толық тоқтату мүмкін емес. Бұл барлық тірі ағзаларда болатын табиғи процесс. Геронтолог дәрігерлердің міндеті өмір сапасын жақсарту және дені сау қарттықты ұзарту. Қанша жас болғанына қарамастан, адам сергек өз-өзіне қызмет көрсете алатын тұлға болып қалалады. Әр күнді есте қаларлықтай өткізу керек. Бір сарынды өмірге берілмеу қажет. Өйткені ол ерте қартаюдың негізгі себептерінің бірі. Каналға тіркеліңіз.